Бүгін бізде мен достар өте қатты қуаныштымын 24 подписчик болдырғаныңызға. Енді бізде 50 мың подписчикке аз қалды. Соған тездетіп жеткізіп, және менің стримімді, менің өзім түрімді көргілеріңіз келсе, 50 подписчикке жеткізіледі. Достар, бүгін бізде Брахенде затты тонаймыз, үйлер тонайтын боламыз. Жаңадан үйлер салынып жатыр, достар. 11-ді как раз достар, достар, ауанымен жүргенде адамдардың үйіне кіруді ұмытып кетпейін. Мына қызбенен бар ғой. Қызы кетіп қалсын. Екінші этажғамен. Жоқ, көрді. Жүрмейді. Үйінен шықты. Үйін тонап үргелемеймін ғой. Қақтыр. Достар, бізде қорқып тұрмын. Үйдің артынан кірсем байқамай алады шығар. Кет. Достар, мына үйді кейін тонайтын боламыз. Бұлар сөз тұра беріңдер. Тұрғанда мен барып тез кірейін. Кірейін да. Жоқ, кетті. Тез Сәлима. Тез не қылып отырсың? Үйінде отқандай. Ой, атамның үйінде отқандай. Көрме. Пожалуйста, көрме. Достар. Достар. Тони алам ба? Тезек тонып кету керек. 92. Тонаймын қазір. Бұлар ақылды болмаса егер. Тони алам. Достар, қызық. Папа! Не бола берші? Алам да, келесекем. Бұң кетесің. Болды, достар. Ақшаның біреуінің үйінен тонадым. Ура, ес, достар. Достар, мынау мені баға беріп тастамасын. Енді, достар, 12. Достар, байқамайды қалды оған адам деген. Үйін тонаған. Үйін дедім. Достар, 12-ді мен білмеймін. Сейіпті. 12 басқа екен, достар. Онда мен кетін. Алдап біруге тырысамыз енді. Қалайда болсын алдайтын шығармыз. 2 болды, достар, бізде сағат. Біздің сағатымызды не істептегенде. Жынданып атқан жырмау дегені. Адам, үйде ме екен адам? Достар, как раз үйінде екен. Кетерікші. Да, сейф. Стариннан сейфін іздейік. Келіп қалмасын адаммен. Сейфі қайда, достар? Мен, достар, бейде түсіргені қатып атыр. Ренжімеңіздер, қатып атқандарына. Неге сейфі қайда тұттыкен? Ешек бас. Сейфі қайда? Отырмашы. Сейфі қайда неғады? Достарына үйдің сейфін білесіздер ма? Вообще бейне аламайды. Мынау не? Мына ақшам. Деньги. Шашамыз. Деньги. Можно деньги дегенде өріші, достар. Енді бізде слайнан үйден шығып кетеміз. Сырмайдың сейпін таппадым. Ал 13-ке кеттік. 12. Мына қыздық екен.
Жоқ. Мыналар үйінде 13, 14, 15, 16, 15 ана қыздікі, 16 достар, 16. Кетті достар, 16-ға барды. Қой осыналар үйінде ме екен? Есік кілттен болса, олар үйінде емес деген, короче. Неге кірмей жатыр? Ішінде ешкім кішкентаймын бәле. Себебін білесіздер ма мына жақтың? Десем ойнап айтамын, мына үйді мен көп алғам. Мен зытып кіре салыппын ғой. Қазір қашуға дайындаламыз, или банға барамыз. Тіке де банға барайын деп тұрмын ғой. Туалетке отырма. Адам болмайды. Я, адам бар, мен кіріп кете салам. Ол достар адам байқамады қайда. Шет бөлмесе кірмейді жария. Бөлмесе кірмеген жария деген. Комнатаға кірмесе жақсы болатын еді ғой деген достар. Комнатаға кірмеді, тезіректің енді қашенді. Үйде кімді ұнады? Достар 16-ға кеттік. Стаяқта 16-дан 17. 18-ге кеттік. Анадан түсінбей де қалды. Менде достар 30 мың теңге бар. Ура! Кайф! Ой, 40 мың теңгем ғой. Әр үйден 20 мың ұрлап жүрмін. Достар, ұрлық жасау жаман. Сол себептен айтайын, ұрлық жасамаңыздар. Мынау Брехем болғаннан кейін ояқта бола береді, себебі адамдарға үйін қайтара аласың. 90 зәт достар, менің сіңлім неше зәт деп қоймай жатыр, себебі менің інімде де кіші достар осыменен үйлер бітті. Енді біз қайыршы болатын видеоны түсіреді. Оны достар ойнап айтам, ешкімге оның басына ешкім салмасын, және де ешкімні қинамаңыздар. Бір қиналып тұрған адамды көрсеңіздер, ең болмаса 1000 теңге или 200 теңгеңіз тастасаңыздар да сіздерге сауап жазылады. Сонда біліп жүріңіздер, себебі менің ата-анам дегенде анам көп айтатын, жиі айтатын, біреуге кедейге ақша берсең, саған 2 еселеніп сауап жазылады деді деп айтқан. Сен оны істей аласың, сауап істі істесең, сауап іс сенің өзіңе түседі. Көрші қиналған кезде ол адам саған көмектеседі дегендей ғой. Сол себептен қараңыздар, пишете дейді. Кім достар? Мама пишете дейтін болса, русский пишете. Достар русский болса, я дейміз достар. Я деп жазайық. Мен русскиймін достар, русша білмеймін. Қазақша сайрап атқандардың біреуі болса, достар орынбасар, орынбасарға тіркелдіңіздер. Олар әлі видео түсірілген жоқ, білем, бірақ жақында түсірілсе, сіздердің әр видеомда сол видеоны сіздер көрсеңіздер, менің подписчиктерім сіздерді қатты жақсы көрем. Сіздер маған тіркеліп жатқандарыңызға рахмет. Кнопка алатын болсақ, әуелі сіздерге бірінші Алланың, сосын сіздерге рахмет айтам. Себебі сіздер Аллада көмегі зор деп жатыр. Көмекпенен менде кішкентаймын, сол себептен құр үйде жатпай YouTube бастай салайын дегенмін. Мен тыныш жерде түсіріп жатқаныма мән бермеңіздер, себебі мен ең тыныш жерге кетіп қалған болатын. Енді мама дүкенге кетті. Мен жайлы мәліметтерді сұрақ-жауап видеосында көресіздер. Тағы да сұрақ-жауап түсірем. Сосын стрим. Стрим ол әбетте емес. Шай демалысқа дейін 50 подписчикке жете аламыз ба? Көрейік достар, сіздердің қандай жылдам екендеріңізді көрейік. Осы видеоны және де осы арнаны, біздің арнамызда бәріне жіберіңіздер, тіркел деп, бауырларының телефондарымен бәріне тіркеліп қойыңыздар. Сіздер 50 мыңға жеткізген кезде менде туған күніме
кейін әлі біраз бар. 2025 құтты болсын. Сіздерге көп видео түсіре алмай жатырмын. Білем, себебі менде де көп жұмыс болғанда жоқ. Короче, жұмыс дегенде менде болғаннан кейін сабақ болғаннан кейін менде көп әр жерде жүргеннен кейін менде уақытта затта болып жатқан жоқ. Сөйтсем ренжімеңіздер. Мен көп сабақтар оқып жүргеннен кейін бізде білім тексеру деген сайыс болып